Ассалаумалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құдай қаласа мына бүгінгі күн бір сәтті күн болып тұр. Рамазан айының ішінде, ортасында күндіктің ішінде иншалла кезекті Қарекет қорының 206 үйі Құдай қаласа Қарекет қорына Алла разы болсын. Енді қазір мына неден кіреміздар олар әлі толық білмейді. Кіріп сүйіншілейміз енді. Ассалаумалейкум. Жағдайларыңыз жақсы ма? Аман есенсіздер ме? Неше балаңыз бар? 6. Үлкені? Қанша? 11 жастасың ба? Ой, машалла. Кішкентайы жасына толмағаны ғой әлі? 4 айлығы, машалла. 6 баланың анасы екен. Құдай қаласа, мынандай жағдай болып жатыр екен. Енді бір Рамазан айында бір қуанышпенен сүйіншілеуге келіп отырмыз сіздерді. Мына жерде Қарекет қорының жігіттері бір сыйлық дайындаған екен. Соны сіздерге табыстаймыз. Осы сыйлықты рұқсат болса сіздерге аманатымызды берейік сіздерге. Аманатымызды сіздерге табыстаймыз. Жүріңіздер иншалла. Оны алып келе алмаймыз, сіздерді алып барамыз. Саламатсыздар. Шаңырақтарыңыз құтты болсын, берекелі болсын. Тек қана жақсылық тойға болсын. Алла сендерді тек қана жақсылықпен қанта берсін. Мінекей керемет оразаның күнінде. Алыңыздар. Алла болсын сіздерге. Кілтті үйдің кілтін аманаттарыңызды тапсырамыз иншалла. Берекелі болсын. Берекелі болсын. Міне. Аллаху акбар. Алла разы болсын. Бұндай күткен жоқпын. Сол күттірмін. Мира Мұхамыз апайымызға рахмет. Алла разы болсын. Берік ағай сізге рахмет. Алла разы болсын. Еріктілерге, барша еріктілерге рахметімді айтамын. Осы қасиетті Рамазан айында барлықтарыңыздың дұға тілектеріңіз қабыл болып, біз сияқты қуаныңыздар. Қызымның жылағанына мен де жылап толқып тұрмын. Әрине бұл сіздердің арман тілектеріңіз бүгін Алла насіп етіп сіздерге орындап отыр. Құда қаласа осы баспана сіздерге берекелі баспана болсын. Ұлдарыңызды ұяға, қыздарыңызды қияға қондырып, тек қана солардың рахатын көріңіздер. Алла тағалам екінші сіздерге бұндай көз жасы жылатпасын, тек қана қуаныштың осындай көз жасы болсын. Алла тағала үйлеріңізге береке берсін, отбасыларыңызға тыныштық, амандық, діннің саулығын берсін. Өздеріңізге Алла тағала ұзақ өмір берсін. Мына кішкентай балапандарыңызға да Алла тағала ұзақ өмір берсін. Ол ғұмырда ғұмырлы болсын, және де өзінің сүйікті құлдарының қатарынан болсын. Алла тағала өзінің разы болатын, жақсы көретін құлдарының қатарынан болсын. Алла тағала иншалла осылардың қызығын көру сіздерге нәсіп етсін. Қарекет қорының бастап отқан ағайын апайларымыз, қоштап отқан еріктілер, барша осы жүгіріп жүргендердің барлығы да дүниеде де ақыретте де үйлі жайлы болсын. Оларды да Алла тағала разы болған өзінің сүйікті құлдарының қатарынан болсын. Еш уақытта бірлігіміз жазылмасын, ынтымағымыз жаңағы жазылмасын. Берекелі болайық барлығымызда, ынтымақты болайық. Рамазан құтты, мүбарак болсын. Раббана тақаббал минна иннака антас самиъуд дуа. Аллаху акбар. Бүгін бәрін соқтырды иншалла. Амин. Бүгін де осыны айтамын.